Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында майсөк дайындаймыз. Майсөкті бірінші жақсылап 2 рет жуып аласыздар, кір суы шыққанша. Қайнап тұрған сүтті құямыз. Майсөктің несіне қарай, құрамына қарай, көлеміне қарай. Менде міне өзіміздің отбасымызға жетерліктей. Негізі сүт болмаса үйде су құюға да болады, бірақ сүтпен дәмдірек болып шығады. Мінекей, майсөкті бетімен бірдей қылып құямыз. Енді бұны біз 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Мінекей достар, 20 минуттан кейін мінекей сүтіміз тартылыпты. Бұны қағаз майлықтарға салып кептіріп, немесе кәдімгі майлыққа салып кептіруге де болады. Бірақ мен өзіміздің отбасымызға болғаннан кейін шекері мен майын салып дайындай беремін. Тез желінеді бұл тағам. Қолдың майы болса да болады негізі. Қолдың майымен тіпті керемет дәмді болады. Мінекей мынандай формаға әдемілеп салу үшін осылай салуларыңызға болады. Бізде балалар бір шайдан қалдырмайды бұны. Тез желініп кетеді. Мінекей достар, майсөгіміз дайын, үй жағдайындағы өте дәмді шықты. Каналымызға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Көп рахмет.